Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Зага. Бүгінгі видеода біздер дейтін өте кереметтей Brawl Stars ойыннан аккаунтымызға обзор жасайтын боламыз. Видеомызды бастамастан бұрын осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, өз ойларыңды комментке жазуды ұмытпаңдар. Ал ендеше мен дейтін көп сөйлей бермей видеоны бастайын. Ал біз видеомызға кеттік. Кішігірім болса да, комменттерін жаза беріңдер. Патыр-пұтыр өтірік болса да, топ анау мынау ойбай сондай сондай деп жаза беріңдер. Ал ендеше мен дейтін көп сөйлей бермей видеоны бастайын. Ал біз видеомызға кеттік. Так, короче, достар, енді біздер дейтін видеомызға да оралдық. Енді так, видеомыз басталмастан бұрын жаңағы айтып кеткендей арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Кішкене болса да өздеріңіздің бір поддержка беріп, бір нормальный деген бір комменттеріңізді жазып кете беріңіздер. Енді бұл арнада мендегі алғашқы видео болғандықтан менде кішкене қобалжу деген сияқты нәрселер болады. Сөйлемей қалу, тіл келмей қалу, тіл күрмеліп қалу деген сияқтылар кей кездері болып тұрады. Ондай, енді ондайларға мән бермей, бетке басып бүйтудің керегі жоқ. Кішкене болса да поддержка беріп, топ анау мынау деп қалсаңдар болды. Мен соған да қуанып қаламын. Так, енді біздерде дейтін бұл аккаунтқа обзор жасайтын болсақ, так, бұл аккаунт негізі ашылғаны 1 жыл болды, бірақ 1 жылда бұл аккаунт ойналған жоқ. Бұл аккаунттың ойналғаны примерно бір 2 ай ғана ойналды. Таза да емес, оны аптасына іш пысқан кездерде бүйтіп кіріп тұрады. Ана коллаборация деген нәрселер болып тұрады. Типа анау алдындарда бір коллаборациялар болып тұрды, анау Спанч Боб дегендермен. Сол кездердегі құсап, сондай коллаборацияларда ойнап тұрған болатын. Міне бізде тағы да коллаборация болды. Енді сол коллаборация болғаннан кейін кішкене қайтадан ойнап ойын деген бар енді. Так, енді біздерде дейтін профильден босайтын болсақ, так, бізде көріп отырғандардай ник Зага. Бізде мынандай бізде так 750 бізде ранг, бізде серия бұрымыз сондай. Максимум мен золотого ғана барам. Атак былай бит негізіне көтеруге болады, негізіне былай көтеруге менде желание жоқ. Потом уақытты жолын көтеретін. Бізде 3-3 победа жаны менде 81 победа, солодан 406, мынандай. Мынау point неме бөлі, оны түсінбедім. Point деген ана камера деген нәрсе ғой, айтпақшы есімге түсті. Так, бізде дейтін вайетстерге келетін болсақ, так, бізде дейтін ең көп жиналып тұрған кубок менде 500 ғана кубок, енді өкінішке орай. Және де бізде грип персонажы, және де бұл персонажда менде 1-1 скен жоқ әзірге. Алда уақыттарда донат салып жатсам, осыларға скенді бүкіл персонаждарға міндетті түрде алатын болам. Так, бізде келесі персонажы бізде Бейби. Бұл бізде алдыңғы алдыңғысына ма бізде сезон андай бір алфасқа шыққан болатын енді. Так, мына бізде обычный Бейби, және де бізде мынау біріншісі, мына бізде екіншісі, үшіншісі. Бұл осындай бізде 3 әдемі нормальный скин бар бізде. Жоқтан бар әйтеуір, соған шүкір. Бізде Guide Flying Poco дейді. Сондай бір скин әйтеуір. Ойбай, бізде қазіргі анандай коллаборация болып жатқандағы скин. Так, бізде бір ғана скин бар екен. Енді бізде Лолаға келетін болсақ, менде Лолаға бір ғана скин. Алда уақыттарда осы скиндерді алатын боламын. Сол үшін кішкене болса да тіркеліп, лайк басып, поддержка беруді ұмытпаңдар. Енді бізде келесі персонажы бізде Байронға келетін болсақ, бізде Байронға менде бір ғана скин, бәріне бір ғана скин сияқты по идее. Так, менде Эл Рей Примо дейді, сондай скин. Бізде Эл Рудо Примо. Осындай, бізде Вампир Римо деген осындай скиндер бар. Арасындағы өзіме ұнайтын осы Эл Рей Примо негізінде аттары басқаша ғой, негізінде демайтын ағылшынша болғаннан кейін бытшыт болып тұрды енді. Спирит, Кнайт, Фрэнк, сондай. Бізде мынау біздерде де біреттер неден, лутбокстарда ма бір өледен түскен, сол, мына бізде серебрист, күміс па сондай скин. Мына бізде Парасол Фрэнк дейді. Осындай арасында ұнаған өзіме осы скин, енді по идее нормальный скин ғой. Бізде Stellar Shelly дейді. Shelly'ге осындай өте кереметтей осындай скин бар. Мынандай бізде Shelly Dancer ма? Dancer дейді ма? Dancer ғой, сондай. Бізде Psygen Shelly деген игрок деп қорсын, сондай. Сондай скин. Үйтіп айтпай қойық қарғарай. Так, бізде келесі бізде Мортезге осындай Ангел и Демон деген бізде событиядағы скин. Өте керемет, по идее нормально. Бізде Гала Мортез, және де бізде мынандай
бұл скин емес қой по идее. Міне мынау по идее нормальный скин. Так, рокобили ма сондай скин. И так мына бізде скин. Мынау скин емес, мынау скин ғой сондай арасында осы нормально. И бізде мынандай мой дей ма, мой осындай персонаж шыққан. Оған скин жоқ. И бізде колет гладиатор бар. И келесі так бізде кукла, в общем, кукла колет па, сондай бір бәле, в общем, сондай. И 8 битке келетін болсақ, так бізде 8 битке осындай ғана бір ғана скин. Айтпақшы, жақын арада мына бізде вирус па, кімет сондай бәле бар ғой, вирус 8 бит деген. Соны алатын боламыз скоро. И бізде осындай бізде пирамида мынандай, в общем, египетский скин ғой, в общем, сондай. Так, бізде динамайка келетін болсақ, бізде династия майк деген скин, в общем. Султан майк беде, қазақшасы, ойбай орысшасы султан майк па, сондай бір бәлесі бар еді ғой. И так бізде мынау халяваларға берілген скин, ойбай, эмоция деп өлі, құрсын өлі, эмоция жинап отырмыз, сәл болмаса деп қойыппын ғой, ойбай деп қойыппын ғой. Сосын бізде окулитис, в общем, сондай скин бар. И бұның арасында, ойбай, осыны не көтті, мынау. В общем, мынау дұрыс негізі арасынан бізде бізде спайкқа келетін болсақ, бізде Фиро спайк, в общем, осындай скин, ниндзя, в общем, ниндзя скин. Әдемі. И бізде гейлге келетін болсақ, галактикалық гейл бар. И потом болды, арғай скин жоқ. И наниге келетін болсақ, ойбай, нани деп, нита келетін болсақ, бізде панда нита бар. И мармеладный нита бар екен. Әдемі. По идее, мынау мармеладный нита күшті негізінде. Осыны қоя саламыз. И бізде элкара келетін болсақ, бір ғана скин, по идее нормально. Келесі де осыны алатын болам. Тіркеліп лайк басып қойыңдар дейсің ғой. И сосын бізде наниге келетін болсақ, наниге осындай қоңыраушы, бізде қоңырау дегенде, в общем, қоңырау ғой, в общем, сондай звонок қой, не дейді өзі. В общем, сондай емайт құрсын, аттарын ұмытып қалыппын біраз нәрсені. Мынау бізде воронға бізде ойбай скин бар екен ғой. Не скин опсам мен? Өлі бар екен ғой. Жоқтан көрі нормально ғой мынау деген, емайт мынау деген бар екен ғой. Так, бізде боға келетін болсақ, бізде боға бірде бір скин жоқ, емайт мынаны алу керек қой, мынаны хотя бы. Мынандай скин бар екен ғой. Мынандай скин. Бар екен ғой. Мына скиндер алатын болсам дейді. Бізде стулға бізде в общем, кешегі коллаборация, в общем, кеше алдыңын шықты ма, не болды өзі? Кеше алдыңын ашылған коллаборация бізде Солайшов ойынымен. Сол кездегі скин, так бізде Тенгу Анджело бар, және де бізде Тенгу Анджело, и бізде Элф Анджело деген скин. И бізде тарға келетін болсақ, Шикутеки дей ма? Шукутеки ма? Не өлі? Шукутеки деген скин, в общем, кеміне қарасам, былай қарасам, кей кезде битіп өтіріп, бит тез айналдырып қарайтын болсан, Акацукеге ұқсап кетеді, Акацуке сөйтіп отты. Сондай скинге ұқсап кетеді. Так, бізде келесі скин персонаж бізде бар лиге, Unicorn Knight. В общем, сондай скин. И бізде мынандай Red Wizard барлей, және де бізде Maple барлей, в общем, бомж барлей ғой, Maple бомж сондай ма типа. Мынау Golden барлей, алтын барлей екен. По идее, нормальный скиндер бар екен, жоқтан көрі. И так бізде Джессиге келетін болсақ, бізде Дракон Кнайт, в общем, өңкей Кнайттарын жинап аппын, мен Кнайттар жинап аппын, базы жоқ. Саммер Джесси дейді, и және де бізде Додж Джесси, және де бізде Шэдоу Кнайт, өлі, менде Кнайттар ғой, өңкей Кнайттар ғой. И бізде финал босс Рико дейді. Айтпақшы, бұл бізде сезонда түсіп кеткен скин болатын, маған же. Мынау түскен кезде, қуанған айтпай қойын, қалай қуанған ше. Кәдімгідей қуанған шығар мен ерде ше. Так, бізде скиндерден болсақ, осындай бізде красавчик беді. Қандай еді? Красавчик кольт па? Қандай? Сондай бір бәлесі бар қойды, в общем, сондай бір дәңгесі. Или бандит кольт па? Неме бәле, в общем, бір бәле кольт қой, сондай бар етір. И мынанда бізде құлағы бар гоблин. Ойдай құлағы бар гоблин деп қой, гоблин Карл. Так, бізде басқа кабан, анау Clash of Clans'тағы бар ғой. В общем, сода кабан ғой, типа мынау. Усатигна кабани деген. Содағы скин. Так, бізде Джекиге келетін болсақ, Джеки бізде, в общем, мынандай рабочий Джеки. И басқа бізде скин жоқ. Ал енді бізде Росаға келетін болсақ, Сугару Кокос па? Жоқ, какао ма? Не, жоқ, ойбай, ондай емес, в общем, сондай бір бәле. И бізде Джужуға келетін болсақ,
осындай өзі ғана скин әзірге жоқ. По идее мына скиндерді алуға болады негізі, бірақ простой скиндер екен. Простой скиндер ұнамайды өйтіп. Алмаймын. Бір дем дұрыс скин болса алам да. Так, бізде булға келетін болсақ, так, булға скин болмау мүмкін емес қой, бәсе бар екен ғой, бар екен. Так, бізде тикке бізде шоумен, ойбай, сноумен, в общем, қар, аққала тикмен, осындай скин, және бізде дэрилге келетін болсақ, капкак деп мұз, сапсак па, неме бәл. В общем, сондай скин, бізде так, мендеге келетін болсақ, бізде Маликиос сондай скин екен. Мен дейтін обычный скины, именно бізде. Типа, Clash of Clans'та безма бар ғой, содағы коллаборация. В общем, соменен андай типа, андай арлас, ұйқас, в общем, сондай қатысы бар бір бәле. Именно бізде Пайпер, в общем, андай. Да, бұл не болды, андай ғой. Иә, сезон ғой анау. В общем, сондай. Үшеу болса болды, сезон деген сөз ғой. Так, бізде мынандай сүйкімде бір бәле, құлы деймін. Мен дауысыңа сүйкімді. В общем, сондай дауысы деген тема, енді дауысы бөлек мұн. Так, енді келесі бізде Фенниге бізде скин оқты бар екен ғой. Ё-моё, скин бар екен. Так, бізде Boy Scout газ ғой мынаны. Газ, осындай скин. Газ екен ғой, аты өлі, мен сонша Boy Scout газ деп атын созып. Бір адам атын. Так, бізде Харажуку еміз. Обычный, в общем, еміз ғой бұны. Еміз бек. Сондай, келесі бізде Мен Гирл еміз. Мынау Уэнсті еміз, типа сондай ғой, мынау. Билеген ән, сол, типа, сол нелік деген тұр ғой. Мынау Кайджу баз дейді, в общем, сондай баз. Осы меді бізде анау Кинг-Конг па, кім еді? Годзилла ма? Соменен коллаборация болған кезде бейт. Годзиллаға әлем кететін осы ма бізде? Қай скин өзі? Қай персонаж сол? Годзиллаға әлем кететін. Так, бізде келесі бізде соңғы персонаж бізде Лилиге скин жоқ. В общем, осымен видеомыз аяқталды енді. Скиндер бітті, енді көрсететін ештеңе де қалмады енді. Стикер дегендер керек емес деп ойлаймын, енді ол көрсететін де нәрсе емес ол. Сонда да бір көрсетіп кетейін, енді мынандай өшім осындай аватаркілерге осындай аватаркілер бар. Өңке персонаждардың аватаркысы екен ғой, бұлайна бүйтіп тұрған аватаркілер жоқ десем бар екен ғой, астыда ма, неме бәлі бәр. Астыға не қып кетіп қойған, май тияқта Спанч болып тұрып, мынау бастап кетті. Қайтадан астау түсеміз енді, өшім осындай скиндер бар, так, мынандай, өшім сондай, мынандай бар екен, мынандай қоян бар екен, қоян бар екен. Мынандай желпуш бар екен, Пайпердің желпушы ғой, примерно бөліп тұрмын уже. Так, менде бар екен, аба бар екен, мен аба жоқ деп жүрмін ғой, мен абам примерно мен ғой, мен осы жерден бітті деп жүрмін ғой, мен осы жерден абалар бітеді депші, мен даже мұнаяқтың өзім білмеймін ғой, мұна жерден біткеннен кейін болды ғой деп тұрмын ғой, мұна жерден кейін болды жө депші. Еще мен абаға да қарамайым бар ғой, біреуін қоя салам болды, сонымен шығып кете салам ғой, қарамайым да ғой. Енді осымен видеоны аяқтайын, ал давайте сендермен бірге болғаныңызға, ал давайте жеңісті күн толыққанша аман сау болыңдар, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар, ал давайте.